Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен 5 минутта дайындалатын лаваштың қамырынан таңғы дайындайтын боламыз. Өте тойымды әрі балдарыңыз сондай сүйсініп жейтін таңғы ас. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Достар, алдағы уақытта каналыма шыққан жаңа рецептерді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Бізге керегі 2 жұмыртқа және оған сүтті құямыз, азырақ тұз салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді қызып тұрған табаға жұмыртқамызды құйып, үстінен шұжықтарымызды салып шығамыз. Және 1-2 минуттай пісіретін боламыз. 1-2 минуттан соң лаваш қамырын осылай үстінен салып, тағда 1-2 минут ұстаймыз. Жұмыртқамыз піскеннен соң жан-жағын міндетті түрде осылай силиконовый күрекшемен босатып шығамыз. Себебі біз қазір лаваш қамырын ұстап тұрып, келесі бетіне аударатын боламыз. Сол кезде жұмыртқамыз табаға жабысып қалмас үшін міндетті түрде силиконовый күрекшемен жан-жағын босатып алыңыздар. Ірімшікті үкіштен өткізіп, арасына міндетті түрде қосатын боламыз. Видеода көрсетілгендей жұмыртқамыздың келесі бетін бір-біріне біріктіреміз, 1 минуттай ұстаймыз. Сонымен біздің таңғы асымыз дайын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте керемет болып шығады. Өте тойымды таңғы ас, арасындағы ірімшігі өте ерекше дәм береді. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.